Жақына Жансұлу Дарқанбаева деген қарындасымызды 2 жылға соттады. Өзі жүкті екен, аяғы ауыр. Соған қарамай 2 жыл түрмеге жіберді. Шартты түрде емес, түрмеге жіберді. Сол қарындасымыздың бір ауыз сөз үшін ғана, бір пікір үшін ғана әлеуметтік желіден айтқан ғой: Путин, сен біздің жерді қашан қайтарасың? Мына Орынбор, Саратов, Омбы біздің жер ғой деп. Сол үшін дейді. Егер де сол үшін болатын болса, онда әділдік қайда? Біз ол немен үлкен қылмыс деп қойды ма? Ол жердің, Орынбордың, Астраханның, Тюменнің, Саратовтың біздің жер екенін мен де білем. Бүкіл қазақ біледі. Ата-бабамыздың 77 бейіттерінің бәрі сонда тұр. Оны жасыратын немен? Ол немене құпия ол? Біз былай да біліп отырмыз. Ол қазақтың жер екенін. Ол ата-бабасынан қалған жерді сұраған қыз бала өзінің пікірін айтып. Ол соны бір үлкен қылмыс деп, ана Россияның президенті көңіліне келеді деп 2 жылға сотта жіберді. Әділдік қайда, обал қайда? Соттағыш болсаңдар, мен сендерге айтайын. Сол Путин мына қазақтарда никогда государство болған жоқ. Мына жердің бәрі біздікі. Это наш подарок. Егер де кететін болсаңдар, подарокты қайтарыңдар деп біздің жерді талап еткен. Сол үшін сол Путинге неге қозғамайсыңдар? Путин біздің жерді, ата-бабамыздың тарихи қалған жеріміз талап етті ғой. Қайтарыңдар деп. Одан кейін депутаттардың бәрі, правительство отырған члендердің барлығы 2 күнделік дейсіз. 2 күннің бірінде көшедегі алқаштарына дейін, сепаратист, шовинистері. Қазақстан біздің жер, Өскемен, Ридер бәрі біздің жер, Северный Қазақстан біздің жер, біз тартып аламыз, қайтарасыңдар деп күнде шулайды. Соларға неге қозғамайсыңдар? Мына Жансұлу өзіміздің ата-бабамыздың жерін сұрады. Олар мына біздің әкемізден тарихи жеріміз сұрап отыр. Заңсыз сұрап отыр. Соларға неге қозғамайсыңдар? Әділеттік қайда? Мына біздің өзіміздің шовинист сепаратистері мына немередегі Северный Қазақстан. Анау жолы ғана Северный Қазақстан, ол Россия. Ертең кім келетін болатын болса, Путин келсе, мен солармен бірге болам деп ашық айтты ғой. Сол қылмыс қысқарып тастадыңдар ғой. Неге оны соттамадыңдар? Қашанғы мына қазақтың басына шығып түкіресіңдер? Мына заң ғана бізде тек қазаққа ғана заң сияқты қарап отырсаң. Әділдік қайда? Тіл бостандығы қайда? Демократия қайда? Бір ауыз сөз үшін жас қыз баланы соттайсыңдар. Ана жүкті екеніне, 2 ат екеніне қарамай. Ал ана жақта күнде қарға ұстап шулап жатыр ғой, біздің жер талап етіп. Сендерге вторую Украину устроим, все заберем деп. Оларға неге шара қолданбайсыңдар? Неге бір ауыз сөз айтпайсыңдар? Қашанғы біз сорлы болып жүреміз осы қазақ?